Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube сүйер қауым, құрметті достар. Бүгін мемлекеттік сатып алу порталының тиімді жолдарын, оңай жолдарын айтуға тырысамыз. Яғни бұл жай ғана менің ойым, менің пікірім емес. Көптеген сарапшылармен, мамандармен ақылдаса келе, көптеген осы вариантты пайдаланатыны белгілі болды. Біздер міне ай сайын план ашамыз, планды бекітеміз. Көптеген мемлекеттік мекемелерде айына 2 рет қана ашу рұқсат етілген. Оны план салу жүйесін, оңай және тиімді жолдарын мен YouTube каналымда жылдық жоспар деген бар. Содан қарасаңыздар болады. Сода барлығы мұқият нақты түсіндірілген, қай айда қалай салу керектігін, специфика және адрес, мекен-жай барлығы нақты көрсетілген. Ал мемлекеттік сатып алу порталында ең тиімді жолы, постты қарасаңыздар, бұл баға ұсынысы. Баға ұсынысы, мысалға біздер қазір шілде айы, біздер тамыз айында тұрған ақшаларды немесе қыркүйек айында тұрған ақшаларды осы шілде айында ойнатып тастаймыз. Немесе бұларды жылдың басында планға салдық, маусым айында нақты сол тауарды аламыз ба, алмаймыз ба, количествосын, ценасын қарап, маусым айында бекітеміз. Осы шілде айында басында немесе маусым айында ойнатып жібереміз. Алдын ала 1-2 ай бұрын ойнату керек. Себебі оның итоғы шығады, итоғы шықпай қалған кезде тағы да ол 5 жұмыс күнге кетеді. Договорға қол қою күні бар, тауарды әкелу күні бар 15 күн. Содан кейін сіздер 1 айдың ішінде ақша төлеп үлгересіздер. Міне баға ұсынысында ең бірінші қарасаңыздар, тауарды белгілейміз. Госфактың тағы бір оңай жолы, сіздерге акт келгеннен кейін сіздер ақшасын төлейсіздер. Ақшасын төлегеннен кейін тағы да акт қарауға госфактқа кірген кезде ақшасы төленген, акт утверждение жасалған договорларды, келісім шарттарды бірден исполнение жасап тастау керек. Менде мысалы қарасаңыздар, краска исполнен болып тұр. Дәл солай исполнение жасап тұрсаңыздар, жылдың аяғында оңай болады. Себебі кейбір кездерде госфакт сайт жасамай қалады кездер болады. Жылдың соңында сайт шамалы жай жасайтын болады. Сол кезде жұмыста қиындатады. Менде қарасаңыздар, мысалы тауар барлығы май айында тұр, яғни мамыр айында тұр. Көптеген тауарлар келіп, договор действиет болған, біреу ғана исполнен болған. Бұның мүмкін біз әлі ақшасын төлеген жоқпыз. Егер ақшасын төлеген болсақ, договор исполнение жасап тастауымыз қажет. Сол кезде жеңіл болады. Біздер кисттерді әрқайсысын әртүрлі қылып салдық. Олай да болады. Кисттің размеріне қарай, көлеміне қарай. Ал жоғарыда красканың астында эмаль деген тұр. Эмальдің красканың цветтерін әртүрлі осылай кист сияқты жеке-жеке салуға болады, немесе бәрін біріктіріп бір салуға болады. Сол кезде бір поставщик өтіп алады. Мына жерде мен кисттерді жеке-жеке салдым. Жеке-жеке поставщиктер өтіп алды. Мына красканы мысалға сары цвет, ақ түс, количествосын барлығын килограммды көрсетіп қойдық, литрін, жасыл барлығы жазылған. Оны бір жаздық, яғни бір поставщик өтіп алады, бір поставщиктен келеді. Себебі әртүрлі қылып салсақ, жеке-жеке салсақ, анадан жасыл краска келді ма, анадан ақ краска келді ма деп көптеген сұрақтар туындап кетеді. Ал кистті мен сіздерге түсінікті болу үшін жеке-жеке ойнаттым. Екі вариантты да сіздерге айтып өту үшін. Кисттің бір тиімсіз жақтары, мысалға кисті плоская 100 дегенде басқа поставщик өтіп алды. Кисті 63 мм басқа поставщик өтіп алды. Ол завхоздарға ертең түсіндіру қиын да. Кисті келді ме десе, олар кисті келді деп қабылдай беру мүмкін. Мынандай бір поставщиктен келсе, құжатты беріп қоямыз. Ақ краска осындай, жасыл краска осындай, бір поставщиктен және бір договор болады, бір жақсы жері. Ал кист мысалға 4 кисті 4 адам ұтып алса, 4 договор болады. Әрқайсында жаңа жарығы, устава,
телефон данный барлығын жазып, договорға қол қойып, сөйтіп, ол да кішігірім уақыт алады. Эмальда бір ғана договор, бір адамға жіберу өте тиімді. Осы ең тиімді жолы осы ценовой предложение. Көп мамандардың айтуы бойынша экономия болады. Экономия за счет экономия деп белгілеп, қайтадан ойната бересіздер. Қалған тағы қандай тауарлар керек, соларды ойната бересіздер. 15 күннің ішінде келмесе сотқа бересіздер. Менің YouTube каналымда сотқа беру деген видеолар бар. 3 видео бар. Содан қарасаңыздар болады. Предупреждение беру, ескерту жасау, барлығы сіздер үшін түсірдім арнайы. Ана тауарларды бірінен соң бірі, және май айында тұру үшін, спецификаның дұрыс болу үшін менің жылдық жоспар деген YouTube каналымда видео бар, содан қарасаңыздар болады. Сода план салудың ең негізгі жолдары нақты айтылған. Біз из одного источника отыра алмаймыз. Тек қана арнайы монополия заңдылығы бар поставщиктер болмаса. Екінші жолы электронный магазин. Электронный магазинде көбіне отечественный товарлар алатын болсақ, тек қана сол поставщикте ғана бар. Басқа поставщиктер оған альтернатива болмайтын болса, электронный магазиннен аламыз кейбір товарларды. Ал мысалға кейбір интерактивный доска, басқа да бір теннисный стол, сондайларды оны да электронный магазиннен алуға болады. Оған әрбір поставщиктер қатыса береді. Өзінің техникалық сипаттамасына қарай, бағасына қарай бағаны түсіріп ұтып алады. Яғни бұл да ценовой предложение сияқты, бірақ О-маркет арқылы жүзеге асады. О-маркет туралы менің YouTube каналымда бар. Соны қарасаңыздар болады. Бұл яғни заказчик жағынан. Ал поставщик жағынан болсаңыздар, сіздер тек қана тауар іздейсіздер, техникалық сипаттамасын қарайсыздар. Оны тауар іздеу деген YouTube каналымда бар видео, содан қарасаңыздар болады. Мына жерде қарасаңыздар, электронный магазин қаңтар айында алынған. Олар тауар келіп, ақшасы төленіп, договорлардың бәрі исполнен болған. Сол исполнен болып отырсаңыздар, жұмыс жеңілдейді. Және де осындай средства моющие деген жылдың соңында артық қалып қоймау керек. Артық пункт планы. Барлық пункт планы ойнатылып, игерілуі тиіс. 4-5-еуі, 10 шақтысы қалып қоймау керек. Оның қалып қоймау жолдарын менің YouTube каналымда жылдық жоспар деген видео бар. Соны қарасаңыздар түсінікті. Яғни алмайтын тауарларды қалай ауыстыру керек, қалай барлығын бір айға қою керек, техникалық ерекшеліктерін қалай жазу керек, барлығын мұқият қарап шығасыздар. Электронный магазин. Электронный магазин бұл баға ұсынысы сияқты көп уақыт алмайды. Мысалға, бүгін электронный магазинге тауар салсақ, оны О-маркетке кіріп ойнатамыз. Мен О-маркет деген YouTube-та видеом бар, содан қарасаңыздар болады. Сонда поставщиктер бірден 3 күннің ішінде жауап берсе, 3 күннің ішінде договорға отыруға болады. Және де егер отандық тауар өнімдері болса, олар бірден жауап қайтарса, 1 күннің ішінде келісім шартқа отыруға болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерде қандай сұрақтар мазалайтын болса, соны комментарийға жазыңыздар. Сіздер үшін арнайы түсіруге тырысамын. Видеоға лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Алдын ала рахмет.